Мына біздің Қазақстанның блогерлері беттері табақтай, біреуі колобок, бір шалабоқ жүрген. Сен бәле болдың ғой, Инстаграмда ұрығың. Сен ұрығың деген бәріміз қайнатып шек па? Өзі қымбатшылықтан жармай жатқан халықтың бір мұқтажын айтпайсың. Біресе өзің бар дедің, біресе жоқ дедің. Болмаса сен ұрығың кімге керек? Бәле болдың ғой сен, бәле. Туса туады да қатының, кім тумай жатыр? Туалмай жатқан қанша қазақ жалғыз сен ба? Өмірі жылмайды осы колобок пен шалабоқтарға. Блогерлер, сендерге бір сәлем. Қазақстанның қарапайым халықтың мұқтажын айтпай, берекетімізді алып интернетке қайдағы жоқ берекетсіз әңгімелермен елді ластамаңыздар. Хотя халыққа дұрыс тәрбиелі әңгіме айтсаңызшы. Не масқара, дым жақсы блогерлер бар ғой осыны. Ауған қазақтарына келіп жатқан, халықтың мұқтажын айтып жатқан. Осы берекетсіздерден шаршадық қой. Дәмі жоқ, татуы жоқ әңгімелерін айтып, журналистерге сондай. Ұрығыңды, ана үйіңдегі келіншегін қарап білу керек. Бізге неге сен? Соны Инстаграмға шығып, өзі айтады, ұрықты да айтатын өзі, шырықты да айтатын өзі. Кешегіде ана бір ішіндегі баланы ұлма қыз ба деп білу үшін 5 миллион теңгенің роза гүлін алыпсың. Сол 5 миллион теңге гүлді алып, бір 500 ананы 100 теңгеден, 100 мың теңгеден беріп қуантқаныңда, Құдай да саған беріп қаласы, ұрығыңа да қарамай. Берекетімізді алма сен бала, мына блогерлер жеңіл ақша тауып, жеңіл әңгіме айтып, жеңіл жүрісті нәрселер жасап, халықтың қалтасын тонап атқан сендер ана латера билет ойнатады. Бір машинаны тігіп, 10 машинаның ақшасын шығарады ырыс баладан бастап. Баяғыда деген ырыс бала қайырымдыққа әкелсе қыруар ақша түседі екен, мына қыз көріп жатыр, қанша миллиардтаған ақшаны түсіреді екен ғой бұлар. Бір ана бір қарағатынға ұялып бір, ол жынды ба бір, сол үйді қала дейін толтырады, ырыс балада тек таңертең ішіне барады. Байды білмейді, таба алмай қалып, жамалай тауып берді бай. Салынып, агрессиямен айтқым келіп тұрған жоқ. Перизат Байқошқарова ханым, сіз бізді емдеген жоқсыз. Сіз біздің операцияда болған жоқсыз. Бірақ сіз кабинетте әшейін докторлар отырған кезде айтатын әңгімені бүкіл әлеуметтік желіге бұрқ еткізіп айта салдыңыз. Сол сіздің үлкен қателігіңіз болды. Себебі халықтың бәрі доктор емес. Еще сіз айтқансыз, Елдос сияқты ұрық жоқ бедеу жігіттер бізге көп келеді. Это күнделікті жасалатын операция. Біріншіден, операция жасалмай бедеу деген диагноз қойылмайды. Как доктор сіз оны біліп тұрсыз. Врачебная тайна, медицинская этика деген нәрсе неге жоқ. И вообще мен ол клиникада тегін емделген жоқпын. Ел қатарлы ақшасын төледім, рекламаға деп келіскен жоқпын. Мен от души жасадым. Білесіз ба, от души жасадым. Себебі біз сияқты қанша семья бар. Солар міне біз танитын бағанағы мықты деген врачтарымызға барсыншы, емделсінші, тексерілсінші, может оларда да боқ қалама деген сондай оймен жарнамасын жасап, негізі сіз біздің доктор емессіз, бірақ каким-то образом сіз біз туралы айтып жатсыз. Айтатын болсаңыз, басынан аяғынан түсіндіруіңіз керек еді. Елдосқа операция жасатқан жерлерінде бесплодие деген диагноз қойған, бірақ біз өзіміздің аппаратпен, мықты докторлармен операция жасаған кезде, оказывается, ол бесплодие емес екені шықты, ұрық табылды, яғни ұрық жүру жолдары қысылған, соның салдарынан шықпаған деген сияқты толыққанды бір ел түсінетін ақпарат айтуыңыз керек. Сіз тұрғансызда Елдоста ұрық жоқ, және сол сияқты жігіттер күнделікті келеді дейсіз, бірақ оны халық қалай түсінеді? Сіздің тура сол айтқан жеріңізді ғана кесіп алғанда бүкіл әлеуметтік жерге таратып жіберген. Просто сіз білікті маман ретінде, мықты врач ретінде, профессионал ретінде бұндай информацияны дұрыс бас аяғы барғып айтуыңыз керек еді. Және де 8 жыл бұрын, немесе 7 жыл бұрын біз Таңшолпан екеуміз сіздің алдыңызға барғанда, біздің анализді алмай жатып, біз сізге диагнозды айтқан кезде, сіз бізге бала асырап алыңдар, пайда жоқ деп шығарып салғансыз. Содан кейін ең мықты деген Байқошқаровалар бізге пайда жоқ емделгеннен деп айтқаннан кейін біз шетелге бардық. Шетелдің бәрін арлап жүріп айналып келгенде қайттан сіздерге келдік. Себебі сіздерде мықты аппаратпен мықты врачтар бар деген соң келіп бір көрейікші дедік, көрдік, результатын берді. Қазір енді ойбай, Елдоста ұрық жоқ екен, онда қалай қатыны екі қабат болып жүр деп бүкіл ел шулап жатыр. Менің қазір әйелім жылап отыр. Нерв, стресс, депрессия, ол үші екі қабат баланың денсаулығына әсер етеді. Сіздер ондаймен айналысасыздар ғой, сіздер оның бәрін білмек керек. Бақ құршы далаға. Көмерін сол olsun. Кешке үйде болмас. Пылесосты құртып алды да, енді жөндей алмай отыр. Мама, Танчо пылесос құртып алды. Молодец. Танчо ұрыспайсыз ба? Духың жетпейді ғой. Қорқат, келіне, қорқат. Танчо,
мама саған ұрсайын десе ше қорқады прикинь. Ұрсынға келатыр. Анау еркектер болады ғой, СТО-да машина жөндейтін, тура сол ұқсап тұрсыңдар ғой. Маманың аузына темекі жетпей тұр. Полиция үшін деп жатыр. Мен салып жатырмын ағайын. Не үшін дұрыс болды? Бұл? Осы мен істеп бермесеңіз тамам. Мои волшебные руки.